Достар, сіздердің қалаларыңызда осындай автобус бар ма? Естеріңізде ме осындай автобустарда қысылып, сығылысып тұратындарыңызды? Ішінде неше түрлі адамдардың иістері бар. Иіскеген кезде мұрынды жарады. Иә, бұндай автобустар біздің қаламызда әлі күнге дейін бар. СССРдің кезінен қалып кеткен. Жалпы біз бірінші автобустан түсіп, екінші автобусқа пересадка жасайын деп жатырмыз. Айтпақшы достар, мен қайда бара жатырмын, қайдан келе жатырмын? Мен өзімнің үйіме бара жатырмын. Мынау менің өсіп қалған Добик деген күшігім. Бұған 2 ай болған, 2 ай уақыт осындай үлкен болып қапты. Басында кішкентай етін қазір видеосын көрсетіп кетемін сіздерге. Мына жүрген алажениемен. Добик, жон. Ой, жон, Добик, ақылды өзі, ерке. Қазір мен үйдемін, 1-2 сағат боламын да, қайтадан өзімнің үйіме, қалаға қарай қайтамын. Келуімнен кетуім тез болды, мен уже үйге қайтып бара жатырмын. Көріп отырғандарыңыз Тараз қаласының көркем көрінісі. Жасы кішілердің үлкендерге орын беруі, құрмет көрсетуі, жалпы айналада толған мейірімді адамдар. Иә, кішіге ізет, үлкенге құрмет. Тараз қаласы Талас өзені бойында созылып жатқан тарихи қала. Таяқ тастасаң тал болып көктейтін мекен деген Асан Қайғы бабамыз. Бұл қаланың ерекшелігі қойнауы толы қазына, Қарахан баба, Айша бибі баба жақатын, шығыс моншасы тағы да басқа көп деген көне ескерткіштерге бай. Достар, мен өзімнің мопедімді толықтай шаштым. Қазір моторын тексеріп, ақауларын тексеретін боламыз. Және де оны жөндейміз. Мына бізде мотордың ішкі көрінісі. Абдулхамид деген бауырыма рахмет. Мопедтің жүріп кетуіне септігін тигізді. 50 куб қой, братан. Honda тудай ғой менікі. Ана Диома, брат. Ангел ма? Я, не шанат, парыз шанат, дополнительный ғой. Сенікі қандай мопед, братан? Ангел. Міне жігіттер, жұмыс жоқ дейтін жігіттерге қараңдар. Ағамыз 45-те сендерге жұмыс істейді, доставкада. Братан, мен кеттім онда. Жақсы онда, ассалаумалейкум. Бағанағы братан, жасы 40-та, ё-мо. Доставкада істейді базарлық жігіттер. Ол братанға респект. Сол ағамызға, көкемізге лайкты от души аямай басыңыздар. Біз арғарай доставкамыз ұрамыз. Мынаны қараңыздаршы, бізге қандай бүгін заказ түсті. Мен мопедімнің жартысы ғой деген. Осы каргодан, Қытайдан осыны апарамыз қазір. Жоқ, Қытайдан келген ғой. Енді осыны қазір егесіне апаратын боламыз. Потолок доставка болайын деп тұр бізге. Көңіл сыйса бәрі сияды деген осы. Кеттік. Кезекті заказға келдік марттың артынан. Қазір тапсырысымызды алып кететін боламыз. Опа. How much? Доставка. Смелых.
аптекадан. Қазір осыны апарамыз енді. Тараз молдан заказ алып кетуге келдік. Тура мартқа қарама қарсы. Жалпы осындай. Мынандай пакет коробкасымен осыны апаратын боламыз қазір. Так, мен құрметті достар, үйге келдім. Бүгін Pinduodo'дан мынандай сағат заказ бергенбіз. Қазір бірге ашатын боламыз. Качествосы қалай екен, өздеріңіз баға бересіздер ғой енді. Так, кеттік, ал басталды. Сағатымыз Pinduodo'дан келген. Қанша күнде кел? 15 күн. 15 күнде кел. Негізі 10 күнде келеді. Жоқтан кеш келді. 8 күнде кеп қоя береді оған. Ой, машалла, коробкасы бар ма не? Ух ты, енді сағат па? Қан ақша ма несі? Қойып шығып шығасың. О, машалла, бұрайтын оған механизм. Тема екен, е? Камераға дұрыс тұрамай қалдым оны. Мама апарып берейін. Кән жақында çıkan. Качествосына қараңыздар достар. Өте. Үстіне қараңыздар. Темір ма? Иә. Ашып қолыңа тағып көрші. Жалпы алтыннан не емес сияқты, кем емес сияқты түрі. Жүріп атып. Қалай жатыр, не жатыр, не жатыр. Нәтсір. Бисмилля. О, жақсы екен ғой, мына. Ауыр еше алтын сияқты. Иә. Так, мынаны біз қайтып ашамыз енді. Былайынан ашылады. Мен мына жерден бүйтіп тартамыз, қараңыздар. Бүйтіп аламыз да. Тік дейміз да. Бүйтіп алынады. Қазір қолға тағамыз мынаны. Бұл женский ма? Бүйтіп аламыз да. Женский ма, мужской ма, білмеймін. Бірақ женский шығар деп ал, мужской шығар деп алған. Жылтырақ негізі женскийға жатады ғой. Көбінде. Ер кісіге жылтырақ таққан қажет жоқ негізі. Кішірейтуге болады я негізі. Сағат. Сол жаңағы кішірейтетін ғой, значит. Міне. О, күшті. Қанша алдық бар болғаны? Бұл бар болғаны 1500 теңге. 1500 теңге. Бұны біз 5000-дан аласың ғой. 5000 немесе 8000-нан әркім. Алтын деп құлақтан теуіп жүреді. Сатуына байланысты ғой. Адамның сатқанына байланысты. Иә. Күшті. Енді мынаған біз осы сағатқа әдемі бір коробка подушкасымен алып берсек, сосын Пандораның несін жабыстырып жіберсек, өледі ғой бұл ғой. Бизнесмен шығып тұр ғой менен, қандай бизнесмен менен? Күшті. Міне достар, былайынан менің қолым осылайынан тұрды мына сағат. Сәл қысқарту керек. Мінекей. Дерске көрінеді ма? Алтын сияқты көрінеді ғой, кәдімгі, қараңыздар. Качествосын өзі жақсы, сапалы, жүріп тұр. Барлығы істеп тұр. Сосын қосымша мынандай қораптары бар, бүйтіп ішіне салып қоятын сағатта. Сосын мынандай бұрайтын нәрсесі бар. Заказ берем десеңіздер, мен астына комментарияға WhatsApp номерімді жазып кетемін. Сол WhatsApp номерге шықсаңыздар болады. Егер заказ бере алмайтын болсаңыздар, смело 24-те 7 жазасыздар ғой. Мен Котунун тамақ істеп жатырмын жақта. О, батарейкасымен екен еще, запасной батарейкасы бар екен.